Маңғыстау ауданындағы 3 бірдей мектепте жаңа үлгідегі пәндік кабинеттер ашылды. Тұщықұдық ауылындағы орта мектепке химия, Шебір мектебінде лингофон мультимедиа сыныбы және Шетпедегі Нұнжыбаев білім ордасында технология кабинеттері жаңадан жабдықталды. Оған демеушілік көрсеткен Қазақстандағы түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігі. Агенттікке өткен жылы аудан тарапынан ұсыныс түсірілген. Нәтижесінде ауылдық мектептерге интерактивті тақталар, компьютерлер, зертханалық жұмыс жасайтын құралдар. Технология пәні үшін 6 станок, 10 құрал сайман кешені, 10 дана темір ұстасына арналған жабдықтар әкелінген. 3 сыныпта жаңа оқу жылында оқушылар игілігіне беріледі. Тика агенттігі осы сіздің елде 20 жылдан бері ресми түрде жұмыс жасап келеді. Біздің 55 мемлекетте кеңсеміз бар, 150 елде түрлі жобалар жасадық. Мақсатымыз білім, денсаулық, ауыл шаруашылық салаларына көмектесу, жобаларын үйлестіру. Осы сіздің мектептеріңізге жасаған тартуымыздың да пайдасы тиеді деген сенімдеміз.